Байтына городка ойнап қайту керек пе еді, не істеу керек еді? Кішкене бір затты алып айтпақшы, бәріне сәлем достар. Сіздермен бірге мен бүгін Жасұлан қаласында достар, күнге де қош келдіңдер. Достар, айтпақшы, мына жерлермен сөйлесіп отырмын, жердің ескелет деп жатыр. Бүгін сатып аламын ба соны? Күнді нәмен болып тұр. Ана күн что-то келіп қалған сияқты достар. Так, барып көру керек негізі. Так, машинасын қара, байт базар жоқ. Тема анау деген машина соска болып тұр. Базар жоқ машина екен анау деген. Дискларын қара, байт. Бір өзіме машина сатып алғым керек еді бір. Че там, братан? Детқа келіп тұрсың? Жаймай сенке, жердің есін мен сата тұрмын. Тек бүгін ғана келіп тұрмын, бүгін алмасындар. Басқа сатылмайды. Басқа сатылмайды? Бүгін ба не тек? Нештеңгеден ал? Жазып қойдым ғой, 12 стак алмас. Қане? 12 стак алмас дейсің бе? Так, менде өзімде 10 стак алмас бар. Точно мана 12 стак жер дейді. Так, Шерковтан қарасам бір стак алмас емес шығып қалу мүмкін енді. Маған креатив сатып алуға ақша керек. Менде золото бар оған. Так, Шерковта қарап келуге де болады достар, бірақ көрейін, енді оны алмаған болса что-то есігі ашық тұр ғой. Бірақ ауылдағанда кирка жоқ шығар, сол үшін ала алмайтын шығармын достар. 2 алмас, как раз достар, менде 10 алмас бар, 12 стак алмас болады енді. Так, тезес енді үйге барайық та, мен тұрған шығар деп ойлаймын енді өзім. Достар, айтпақшы, кузницаны баяғы қалпына келтірдім. Мен енді сосын өзіме үй соғып аламын достар. Үй дегенде хаус, дарын екеуміздің хаусымыз YouTube хаусымыз болады, екеуміздің. Үлкен қылып соғамын, менің үйім 3-ші этажда. Дарынның үйім деп пен достар, менің бөлмем 3-ші этажда, Дарынның бөлмесі 2-ші этажда болады. Сөйтіп әдемі қылып соғамыз. Үймен машина сатып аламыз. Бірақ достар, менде негізі креативімді аз уақытқа сатып аламыз, жетпей қалды сияқты. Тек бірақ гараж соғамын сосын. Өйткені өзіме де мен жақында машина сатып аламын. Дарынға қайда машина сатып алған. Так, мен братан әкелдім ғой 12 стак алмасыңды, өзіңе бере берейін ба қазір? Бере бер. Так, онда какыт, мен ала берме. 12 стак алмасың тез беріп тастайын. Братан, машинаң сатпайсың ба? Өзіме керек қой. Байт базар жоқ екен де, кілт емес, қайсы бір айдап көрейін. Ашық тұр, айдай бер. Соғылма. Сосын төлейсің енді, не істейміз енді басқа. Давай, қайсы отырайық ал. Есігін ашып жіберейін. Тыңнан үш деген базар жоқ қой, саламын деген байт достар. Әдем тема болып тұрған ау деген байт, түнде айдасам вообще шығады ау деген. Так, задний видпен вообще красава болып тұр ғой. Так, соқпаймыз енді, жай айдау керек енді. Жаққа қоя салайын. Так, енді мен кетіп қалған шығар ол пайды өз деген, мен өзіме жаңа креатив сатып алдым золотома. Өз кетіп қалыпты. Так, енді мен деген соғып бастай берейін онда. Сындырып тастайық өшкі, келіп тұрар ұрсын. Так, мен деген енді бірақ соғып бастай берейін достар, оны осы жерге деген әдем идеямен. Базар жоқ, әдем соғып таппын ғой, бір өзім ақтарын. Дарын көмек онда вообще әдем болатын еді, бірақ нәмен достар, бірақ креативім уақыты бітпеді, бірақ та бір гараж соқтым енді, оған 2-ші гаражға орын таппай қалым дұрыстау, кейін оның орнын ашып соға саламыздар. Үйдің арты, шеті осындай, міне арты. Көп идеяларымды алып достар, күшті қылып соқтым енді барынша. Дәл кузницамның қасында енді 2 балкон бар, нәмен емес достар да. Кіреберісте осында, аяқта жүретін диван қойғады. Так, бұлай басамызда бұлай кіребереміз. Сен енді кайф алды, өзімізде үй бар. Кірген жерде енді бізді мынау күтеді. Диван бұл енді легендарный бізде.
отырасың да телевизор қарайсың, түнде футбол қарайсың. Бәріміз отырып, достарымыз шақырып, осындай әдемі ковер. Туалет енді бұл. Светтің бәрін, светін сыртқа несін. Ванна, туалет бәрі бар енді. Ең маңызды кухня ғой енді. Перделерді жауып тастайық. Светті да өшпей ма не? Достар. Мынау екен ғой свет. Басқасына жалғап жіберіп дегенде терезені ашып қойдым әзірге. Шаңды не істеп қалған екен, просто пышақ, нан қойып қойдым, отырамыз. Соны орындықтарды деген енді. Әдемі достар, печенье, бокал, мынау бәрі бар, короче. Үйтек сенші адысар татыңыздар айтпақшы деген. Мен деген кухняда жаңа 4 столды Швейцариядан заказ бергем, өте күштіне. Деген екінші этажда кірген кезде осылай вид алып, демалатын бір идея керек болған кезде осы жаққа отырып, ағаштарға қарап, сондай демалатын орында секте болатын. Есіңде осылай дарының комнатасы, жаңағы жер енді өзінің комнатасына баруға болады. Төсек, сандықтары, анау бүкіл затын істеп қойдым, өзіне звондап қалай қоятын сұрадым. Лампасы бар, өзім документтерін қойып қойдым, кузнецада тұрған. Мүсін өзім жаңа сатып алдым, соны қойған болатынмын. Өз идеяммен компьютер, монитор бәрін қойдым. Өзіме жеке туалет керек деді, бұлай видео түсіріп кезде төменге түсіп жүрмейтін деді, соған істеген болатынмын енді. Комнаталардың бәрін бөліп шықтым, жалпынармен өзіме де ұнап тұр. Үшінші этаждың лестницасына бірақ қатты көңіл бөлмедім енді. Істеу керек, лестницаға қара әйнек осындай. Ондай көп тұтпын. Не қараң болып тұр? Свет жағып жіберейік қазір. Бәсе жағып қойайық мені қара. Тренажер не зал ғой, короче. Жүгіресің, скоростың өйтесің. Бізде лампа. Да өшіріп жағуға болады енді оған. Өшіріп қозға болады. Игруша 2 түрлі, екеумізге тәген қара, қызыл. Гантель көтеретін ғой, жатып сондай. Идеямен істедім өзімен. Сетін өшіп қойық. Сетін не өшіп қала береді? Өшіріп кеттім өтмейлі. Светтерді ауыстыру керек, не үшсе осы. Менің комнатам достар. Осындай балкон кірген кезде сразу әдемітпен гараж тұр енді. Әдем достар, менің комнатам. Свет. Қараң болып тұра берсін әзір. Мен деген видқа қарап видео түсірем ғой. Өзім артыма фон істеп алған болатын. Көктен маған көк түсін айтшы, алып білесіңдер ғой. Көк пен қара түсін айт, енді сол 2 түсін айттық. Бәрін сетін өшіріп қояқ. Лампам бар. Волшебный лампа, корзина. Сосын креслоға отырамыз, мешке, клавиатура, бәрін қойып, глобус, пешене, жеп отырып, кофе бар. Фонның артында осындай шахмат, шашки ойнайтын жер ғой енді. 2 адам болып. Достарымды шақырған кезде тағы басқа. Бүйтіп ойнаймыз. Бізде склад, мен өзім складым. Енді идея таппағасын сейсалым ба. Свет қаяқта еді деп айтты. Сыртында емет, жоқ. Ішіне қойған сияқты едім, по идее. Бәсе, міне осы сияқты екен ғой. Склад қой енді, керегімен заттарды шығарып тастаймыз осы жаққа. Или склад емес былай. Гардероб десем де болады, міне науға тек 3 коробқа склад қылып тұрған, тек керегімен заттарды шығарып тастағам осы жаққа. Енді бол жалпы таныстырып болған шығармын, полныйда.
Так, мынаяқтан осындай қылып істедік. Енді істедім барынша. Так, енді Кузнецада бірақ келіп тұрамыз ғой. Дәл қасымызда ғой. 2 үйде тұра береміз. Сарылсын бүгінгі видео сіздермен бірге мен Жасұлан. Сау болыңыздар достар. Видеоны ұнаған болса лайк басып қойыңыздар.